Ассалаумағалейкум, армысыздар, кеш жарық қымбатты жайдарман ойындарының көрермендері. Жақын арадағы болашақта жоғары лига, ұлттық лига ойындарынан үлкен үміті бар. Жаңа жұлдызды есімдерді ашатын Қазақстан Кап чемпионатының кезекті ойынында баршаңызды көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Бар жанарды жаулаған жайдарман ашық достар. Қымбат достар, Қазақстан Кап чемпионатының 1-16 финалдық сайыстарының екінші шығарылымы 16 команда 8 жұпқа бөлініп, үздік атанған топтар келесі 1-8 финалдық сайыстарға жолдама алатын болады. Командаларымызбен ойынның барысында бірден танысатын боласыздар. Әзірге бүгінгі топтарға төрелік ететін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Жайдарман сарапшысы, ардагер жайдарманшы Сырым Уәли. 2024 жылғы жоғары лига ойындардың чемпионы Жуалы құрамасы Нұрсұлтан Төребеков. Жайдарман ойындардың негізін қалаушы Есен Елеукен ағамыз. Есен Елеукен. Бастаймыз. Алғашқы болып сахнаға шығатын команда Қарағанды қаласынан келіп отыр. Болашақ жоғарғы колледжі сахнада Демал командасы. әртүрлі гүлдерден букет менің даусым әлет еркекші бұл трек әкет дарион сәл керілсең өзі-ақ жыртылатын еді ғой. Дұрыс қой, аржан бүгінгі ойында жыртып ойнау керек қой бізге. Саған сахнаны жыртсын деді ғой. Киімің жыртып саған несі? Кімсің сен, айтшы маған? Мен Дарик орынмын ғой. Атқорын болып тұрсың сен, сымбат. Дарик орынмын деймін, қараса, Дарион ұру керек сен қызды, білесің ба маған? Сен бар ғой, сымбат, мен саған таңғалам. Адам дейтін өзі ойланады ғой, мен осы кімге ұқсайым деп. Мысалы, Дариға Бадықоваға ұқсапсың сен. Қай жерім ұқсайды мен Дариғаға? Енді жарайды, енді екеуміз де толық шығармыз. Ажырасқан шығармыз енді. Жарайды, енді екеуміздің де сәл түріміз кәрі шығар. Кептісің осы мат, басқа не керек саған? Астана. Что я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни, иду по вечному кругу, я так решила сама перепечь. Міне мама қыздармен жайдарманда тұрған сол. Міне көрермендер. Не істеп тұрсың сен? Мамаға кружок жіберіп жатырмын ғой. Сымбат, мен саған таңғалам бар ғой. Кешеден бері осы бей-берекетті алып кеттің сен ше? Ойнап атқан шарымыз қалайсыздар? Артта командалардан бір кішкене ерекшеленіп бізге шоу көрсету керек қой, Сымбат? Бар ғой бізде шоу, ұсташы ма? Тоқта, сен жүгірейін деп атсың ба? Байқа өз бір нәрсе орнып қалма сен. Құмаш, не болады дейсің? Бір, кетіп. Ананың ішіне кіріп өту керек еді ғой. Не істеді мынау? Қыздар, байқайықшы, ана өзі бір нәрсе ұрынып қалады сияқты қазір ше? Айттым ән, машина қақты ғой ән. Пойыздың ішіне түсіп кетер ме екен өзі ше? Вертолет несі, қыздар? Не болып жатыр өзі? Құлады міне. Теннис ойнап кетті ма, не қылды ба? Қыздар, мынаны қараңдаршы, бір Канададағы депутат ағамыз. Нәғі баған қып айтып тұрсың сен оны? Тыңдасай сен. Нау Канададағы бір депутат ағамыз Қазақстан Канадаға қарағанда бақыттырақ деп өзінің наразылығын білдіріпті. Жоқ, түсінбеймін, қалай Қазақстан бақыттырақ? Енді қара міне, Бақыт Шадаеваң бар, Бақыт Тұрманың бар, Бақыт магазинің бар, Бақыт мұғалімің бар. Қыздар, кеше тырнақ жасаттым, қалай? Осындай бақыттың екі-үшеуі бар. Осыдан кейін Канадада мынандай бақыт жоқ, қыздар. Канададан, Қарағандыдан келдім. Қарағандыдан мен келдім. Монолог оқыптысың ба сен? Жөндеп айтсай құрсын. Айт қайтып. Қарағандыдан мен келдім. Қазақстан қапқа қайттан келдім. Амбрабойнасың ба сен?
бір Қарағандыдан емес, Германиядан кеп тұрған еді, сонау жұғады екен еще. Қараңыздаршы міне, Қазақстан қандай бейбіт мемлекет, я? Осындай мемлекетте мынандайлар өмір сүріп жатыр ғой, не масқара анау, а? Аружан, сен сонда Қазақстанның бейбіт мемлекет екенін қалай жеткізіп тұрсың? Енді қара мінім, бейбіт қорғаның бар, бейбіт Кушкалиевің бар, Тоқтармен бейбіт бар. Мына басқа мемлекетте мынаның біреу жоқ, қыздар. Қыздар, жастар сарайына кіргенде мен жаман өзім сезіндім. Меше әппақ киінген қызды көрдім ғой. Осы жастар сарайы негізі моланың үстіне салынған дейді ғой, қыздар. Осы ойынға келген беталды әңгіме айтасыңдар сендер. Ура жүріп өтті ма, қыздар, не болды? Не болып кетті? Туған күннен келатсың ба? Сымбат, не әрі бері жүгіріп адам зәресін ұшырушысың сен? Көріп қойдыңдар ма не? Сен еще көрінбедің деп ойладың ба не? Бірақ тым қорқынышты емес қой, Ба. Сен еще мынадан қорқыптысың ба? Мынау таңертең боянбаған түрін көрсей, вообще қорқынышты. Кімсің сен? Анабелмін ғой мен, Аружан. Анабел? Анабелің жарамайды ғой сен. Не, кей кезде изменамен солып қалған әйелдер ұқсап не киіп алғансың үстіңе? Аружан, жыныма тимеш, қазір ішіңе кіріп алам. Созасың ғой мен, Жоқ, мен сен түсінбеймін бар ғой. Анабел дейтін елес емес пе? Нандай кішкентай ғана кукла ғой. Сен көрініпсің ғой маған, Сымбат. Мен қарасам, мен битсем көрінбей қалған ғой мен. Егітпедің тығылсаң көрінбей қалатын, Сымбат. Бағанадан бері шіріп, сөзім ұтып атсыңдар ғой, ше? Мен сонда сөйтетіндерімді білдім ғой мен. Сол үшін өзім әзіл алып келдім. Соны мен елестетеміз, елестер көшеде. Қалайсың, көрінбей кеттіңдер ғой. Қалайсың? Кірмей қалды ғой онау. Бүйтіп шутка ойнайтындар бар, вообще ойнамақ қойындар қыздар. Мендегі жүрек біреу, ол сен, сен барда мен қалай жаға телесем. Сені бақытты ету борышым ғой, болмайды өтемесем. Рахмет. Ендеше алдарыңызда өнер көрсеткен девушки из города Караганда, жымиясың біз Қарағанда. Демал құрамасы, рахмет, Астана. Девушка из города Караганда, жымиясың мен Қарағанда. Сенбегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Демал командасы Болашақ жоғарғы колледжінің директоры Ғайни Мамыраевқа өз алғыстарын білдіреді. Демал командасының қарсыласы сахнада жергілікті топ, Астана қаласы, Тұран Астана университеті, сахнада психологтар командасы. Алдарыңызда айта беріңіз деп отырып, айына 700 мың теңге таба салатын психологтар сахнада. Жайдарманшыларға қазір психолог керек. Себебі олар ертең үйлеріне қайтады, одан 1-4-ке өттің ба деп сұрайды. Ал сен 1-16-тан ұшып кеткенсің, Демалдан. Ұшып кеткен команданы қалай жұбату керек екенін білетін психологтар. Қыздар, осы жас бақытты отбасының арасына түсіп, бақыттың құртатындарды кім дейтін еді? Енелер ма? Жоқ, коуч. Ой, осы коучтардың кеулері бола ма? Коучтардың кеулері болса, баяғыда таяқ жейтін еді ғой олар, осы әңгімелер үшін. Сол үшін ажырасып барып айтады әңгімелерін. Осы қыздар, қызық, сол коучтардың ақша көп табатын шығар, я? Не істейсің оны? Ертең біреуі депрессияға түседі, коучты емдей алмайды. Ақыр соңы мықты маман деп өздері біздің алдымызға келеді. Сол біздің алдымызға келген кезде біліп аламыз қанша теңге табатындарын. Достар, бұл бізде Анеля. Анеля, сен неге өмірі орыс клиенттеріңді жіберіп ала бересің? Я сам знаю. Түсінікті. Анеля, сен қалай психолог болып жүрсің? Адамдармен жақсы тіл табыса алам ғой.
Бұрынғы кезде әйелің айтқаннан шықпайтын ерлерді күшіктеу дейтін. Ал қазір ондай ерлерді идеалды ерлер дейді екен. Базар жоқ, күшіктердің дәрежесі қатты өсіп кетті ғой, иә. Бұрын әйелін ұрып қат ұстайтын елерді green flag, ал керісінше әйелінен қорқатын, әйеліне духы жетпейтін елерді red flag дейтін. Қыздар, тоқтаңдаршы. Қазіргі жас отбасылар коучтар тыңдамағанда кімді тыңдайды? Отбасыларын тыңдасын, себебі нағыз психолог коучтар солар. Психологтар бірдей болғанмен ақшалары әртүрлі. Мысалы, 1000 теңгелік психологтар да бар. Алло, видеоңыз тарап кетті ма? Келесте таратпаңыз енді жарайды. 10.000 теңгелік психологтар да бар. Алло, видеоңыз тарап кетті ма? Уайымдамасаңшы, өмірге бәріміз жалаңаш келеміз ғой. Және 100.000 теңгелік психологтар да бар. Алло, аха, видеоңыз тарап кетті ма? Мә, зато қалай тарады? Инстаграмда ақпатыңыз ұрып тұр. Тарамай қалса, вот сол кезде депрессияның көкесі болатын еді. Рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен Тұран Астана университеті тау психологтар командасы келесі кездескенше рахмет. Ұшып жатсаңыздар, хабарласасыздар ғой, иә? So I stick 'em up, palms up in the skies, raining liquor drops. Music makes Тамаша, қыздар, рахмет. Жайдарман ойындары жас, жыныс, мамандық талғамайды. Жыл сайын әртүрлі мамандық иелері жайдарман ойнап жатыр. Әскери топтары бар, тәртіп сақшылары бар, дәрігер ұстаздар бар. Міне енді жайдарман командалардың қатары психологтармен, ең басты күлкілі психологтармен толығып жатыр. Қыздарға құрмет көрсетіп бір қол соқ қояйық. Тұран Астана университетінің ректоры Гүлжамал Жапароваға қыздар өз алғыстарын білдіреді. Сонымен бірінші жұптың қорытындысын білейік. Демал психологтар сахнаға. Қыздар, рахмет. Ойынды әдемі бастадыңыздар. Ойынға бір жаңа серпін бердіңіздер. Демал өз деңгейінде психологтарға тоймай қалған сияқтымыз, тек соңғы әзілі көңілді көтерді. Сәйкесінше есеп 2-1. Демал келесі айналымда. Тамаша, Демал командасының аруларын келесі кезеңге алған жолдамаларымен сүндіріктен құттықтаймыз және бүгінгі ойынымызды жалғастырамыз. Дәл осы өңірден, мысалы, былтырғы жылғы Қазақстан Кап чемпионатының маусымында бұл өңірден шыққан команда қола жүлдеге ие болған еді. Ал осы команданың нәтижесі қалай болатын бірге аңғарайық. Орал қаласынан келіп отырған Тайпақ құрамасы. Батыстан келдік, батыстық мінезімді көрсетіп, тістен, дұрыстап, ойнайық. Ой, бұрмай, қолына микрофон түссе намысшылып кетеді, осындайлар бар ғой. Ана көшеде кетіп жатқан кезде қарамарсыз екі бала шықса, өтірік бүйтіп телефон қарап кететін болдыр ғой. Оралдан келдік, Оралда соңғы жаңалықты естіңдер ма? Осы Оралда 418-ге жуық адамды ит қауып алған ғой, ойлаңдаршы. Иттер есірген шығарды, тістегеннен кейін бүйтіп билеп. Мен тек қыздарын сан тістеймін. Ол иттердің бәрін ұстап, торға қамаған ғой. Анар одан сайын есірген шығарды, мен адвокат сөрмейін деп ана. Маған үй қамақ керек. Айжамал, мен доқи аламын, ескеш. Бургер. Беркін. Олай емес қой ол деп ше. Олай емес қой, білесің бе? Міне, бұлай істейсің, қара. Міне, еске қойш кем. Керек емес, Токай, сезілді. Жақындамашы. Жігіттер, мына Батыс Қазақстан облысында күні кеше ғана таза Қазақстан акциясымен 1000 тал егілген ғой. Давай осы сөзі алтышқа бер.
жаным жалғыз өзінде сөз жоқ шетте тұрады жаман аяйым бар ғой. Давай, берекші, айтшы Атылшы. Құрметті достар, Батыс Қазақстан облысында таза ауа акциясы бойынша 1000 ағаш отырғызылған. Соның ішінде Оралдың футболистері де бар. Жоқ, онша емес болып қалды, ана сен үйде түсіңсіз бірдеңе деген мен деймін ғой, сол кезде сен фітна дейсің ғой, сондай бірдеңелер қаяқшы ақса. Бізге жігіттер ақша жинап двухкомнатный квартира алдынан бөлек шығару керек екен. Ендеше көңіл-күй көтеріңкі ол сахна Тайпа! Балыққа басқа мақсатпен баратын осындай ағаларымыз болады. Іркілдетпей ғой, іркілдетпей. Балық ауламаймыз аға. Ой, сөйту балықтар. Мен ондай кайфтар түсінбеймін сендер. Міне ғой демалыс деген нағыз. Міне осыдан кейін көрінеді балық өздері. Рахмет, кейде TikTok қарап отқан кезде өзіміздің не істеп отырғанымызды байқамай қаламыз. Я прицелился и нажал на спуск. Слушай, брат, а ты давно уже таксистом работаешь? Лет 15. Есіңде ме сені ойлаған күндерім? Көз алдында сол бір сенің күлгенің әттең саған жете алмай. Кісі бар, солып қалған құшақ гүлдер. Рахмет, барлығымыз білетіндей қазақтар жоңғарларды түп тамырымен жойып тастаған болатын. Сонымен көреміз соңғы жоңғарды өлтірейін деп тұрған батырлар. Тиме, өзім шақтаймын, атпаңдар. Ауылдық жерде осындай стримде отыратын ағаларымызды көрген шығармыз. Ваха, спасибо за подписку, спасибо! Нурикик, салам алейкум, братан! Өмір деген қаталла. Қалда, бәке өздері қайда? Өмірге адам келмейді ғой қайдалап. Қиын екен сонда да. Спасибо, Нұргүл Сағылығылы. Нұргүл деген ең алғашқы махаббат. Жоқ жаным саған сенгім келмейді, алдаған соң үмітті. Жоқ жаным саған сенгім келмейді, жараладың жүректі. Жоқ жаным саған сенгім келмейді. Құрметті достар, ойын соңында біздің командада өте керемет жаңалық болып жатыр. Ойынның үстінде біздің командамыздың гүлі Айжамал босанды. Құттықтап қойсаңыздар болады бізді. Ой, бұрмай, а? Қолдарыңа сонда микрофон түссе өтірік айта бересіңдер ма? Рахмет, Тайпа! Тамаша Тайпа құрамасы өз ата-аналарына үлкен алғыстарын білдіреді. Тайпа құрамасының қарсыласы биылғы жылғы Қазақстан кап чемпионатына саны бойынша, сапасы бойынша да ең үлкен көп команда алып келіп отырған қарағандылықтардан. Тағы бір өкіл. Қарағанды қаласы Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Сахнада орталық командасы. Құрметті ұлттық ұлан күліп отырыңыздар. Біз де кафедра бітіргенбіз. Сөзің білмейм, мен де білмейм. Давай, Алихан. Құрметті көрермен, байқайсыздар ма қазір? Астанада сығандар көрінбей кетті. Сығандар жоқ қой қазір. Көтеріліп кетті қой біздер. Байқайсыздар ма, сосын автобуста ақша, телефон ұрлайтындар да жоқ қой. Қой ондайды, қойды қойғыз. Ішімдік ішетін адамдар да азайып кетті ғой. Жігіттер, қазір ішетін заман емес. Сен екен ғой, бәрін құрт жүрген. Сен тыныш жүрсең, Астана тыныш қой. Ол сен емес, сүйінішім болған әркез. Ол сен емес, қанат болған. Жігіттер, ЕСНГ бойынша екі топ бар екен, мықты. Біреуі өзбекстандық Ялла тобы болса, екіншісі қазақстандық Дос Мұқасан тобы екен.
Өздерің ойлаңдаршы, енді қайсысы мықты? Ялла мықты шығар. Досмұқасан болу керек. Қой, ялла мықты болу керек. Досмұқасан деп Е ойлаймын. Аллам бір өзін кешіре көр. Досмұқасан боласаңшы жігіттер. Рахмет. Жігіттер кеше мен дзюдоға ставка қойғам, қаталып қалдым. Сол бильярдқа қойғам, кірмей қалды. Я ну, альпинистерға тігіп көр. Олар шықпаса білмеймін енді. Жігіттер, сосын анау Құдайдың берген түрмен жарысатын жарысын аты қалай еді? Қазақ аруы ма? Қазақ аруы. Ендеше ойынымыздың басын ауылдағы 86 жылғы бір аттарын сөзмен бастаймыз. Енді флешка қазақша өлеңді жазып берші. Рахмет. Рахмет достар. Түні бойы Free Fire ойнаған батыр таңертең соғыста. Алға! Жігіттер, көтеріңдер. Рахмет. Көреміз аулада. Зымыраған уақыттай. Серік та кетті ма? Құмаш көшіге палатқағымызда келеміз ғой. Каспий компаниясының негізгі қалаушысы Михаил Ламтадзе үйінде. О, жалақысы ғой. Енді шешіп ау керек қой. Тәкс. Енді гадауы 2000 теңге саққан ба? Терминал жұмыс қайда? Қазіргі таңда тойда әкелерімізге сыйлық беру сәнге айналып кетті. Сонымен көреміз, сондай бір тойда. Ал құрметті қонақтар, бүгін мен әкемнің туған күніне орай, әкеме умраға жолдама. Ендеше ортамызға әкеміз шақырамыз. Мен сені Меккеге. Қашан айтам саған, туған күнде қан тапсырмашы деп. Рахмет. Көреміз таксиде. Бәсеміз кеттің ғой бауырым. Жотан бауырым, қайда барасың? Нананай деген жерге барам. Олға жүр. Көрсетем. Жүр, отыр, кеттік ал. Еліктен бірден мені күл майысып жүргендері, қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананай. Өштер аға, өштер. Рахмет достар, көреміз. Қымызханада. Жаңа шақырған қыздар қайда сен? Звондағам жаңа, қас келеді өзі. О, мальчики, привет, қалайсыңдар? О, привет. Жағдайларың қалай? Мә, жол ұзақ. Мынау Қосшыдан келдімше, жаман шөлде кеттімше. Жотан балдар өздерің қай жылғы боласыңдар? Біз 2009-біз ғой. Тоқтаңдаршы. Арақ қосқансыңдар ма? Жоқ, қазір қымыздар сондай ащы ғой өзі. Қуан кетсем арақ қосты ма деп. Не, өздерің қай жылғысыңдар? 2009-ыз айттық қой жаңа. 2009? Иә. Сендер мен баламен жастыңдар ғой? Там саяқ қай жылғысың? Мен сондай деп ойлайсың ба? Жоқ. Неге ойламайсың? Кешір. Жігіттер, жарайды, қойыңдаршы, ұрыспай қояйық. Орыста да бір жақсы сөз бар ғой. Между первым и вторым, не вообще периодов, давайте көтеріп жүрейік. Сая, осы сен инстан қалай? Мен инстаграм Ханская 09. Ханская? Немене білесің? ВК-да отырасың ба? Жоқ, ВК просто өлетін үшін ғана кірем. Алло? Лонж барға? Жігіттермен? Аха, давайте барам. Жігіттер ренжімендерші. Маған срочно кету керек, сестрам ауырып қалды. Өтсіп па, чайка. Сен лаунж барға жігіттерге баратсың ғой? Дұрыс қой, лонж барда сестрам ішіп ауырып қалды емес па? Сая асықпаса, танысып, жақында. Қатты асықсы кесіне бауырым. Сая, асықпаш. Барамызға квартира қойшы. Тоқтаңдаршы. Мен ондай емеспін. Между прочим, осы Астанада Дашкольника деген жерге дейін оққам. Давайте, мен ондай емеспін. Мынау қуады екен ғой, Чайка ғой, мынауым бар ғой. Айттым ғой саған, Давиштан қыз шақырмашы деп. Жалындаған махаббат, сөнейін бе деп ойланам. Рахмет.
Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, тәртіпке бағынса да құл болып жүрген орталық құрамыз. Рахмет, Астана. Где бы мы не были, помни, брат, майку в душе горит, как вам. Восток 5 зовет в родной. Тамаша орталық командасы Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің ректоры Сауле Сагентаеваға сонымен қатар Мұстафа бренд ерлер киім дүкеніне өз алғыстарын білдіреді. Тайпақ және орталық командалары сахнаға. Рахмет, қымбатты жанкүйерлер. Рахмет. Сосын ана кейбір әзілдерге деп өтірік күлмейікші. Мына жерде ыңғайсыз екен деп өзім айтып жатқаным ғой. Дұрыс. Екі команда деңгейлес. Кейбір командалар костюмін өзгертіпті, өте жақсы. Қазылар алқасының шешімі 2-1 Тайпақ. Тайпақ командасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Орталық командасына келесі маусымда сәттілік тілейміз. Жалғастырамыз, қымбатты достар. Үшінші жұп алғаш қол бастайтын биылғы жылғы маусымды республикалық ұлттық лига ойындарында бастап біздің Қазақстан кап чемпионатында жалғастырып отырған тамаша команда Шымкент қаласынан келіп отыр. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университеті. Сахнада универсал командасы. Күнді думан той болған Шымкент, жақсы ізгі ой болған Шымкент, бір көргендер қайтып келетін, арман болған Шымкент. Не тоңқы батсың? Не өз-өзін тастай салдың, а? Шоу жасап жатырмын, не қылды? Бұл еще шоу ма? Сен кән әдейі құлап қалды екен деп жатырмын мен сені. Әуре болмақ қоймадың ба? Дамир, сен ары бере бүйтіп жүре алғанның өзі шоу ғой мына жерге. Мен тағы алдағы тастай алам. Кім қойшы өзі, мазан болмай тұршы. Мазан болмай тұр өзі сен. Сен Құдай қаласа ше, осы ойынды аман-есен бітіріп алайық. Енді ойынға ән айтып шығасың, мақма? Ассалаумағалейкум, қазақ елі! Жігіттер, өткенде больницаға барсам, дәрігерлер оқымағын ба бір өлі, бетіме қарап тұрды. Аурусың деп диагноз қойып берді. Не оны дәрігерге болып, әуре болып жүрсің сен? Сен ауру екен кән біз-ақ айтып береміз ғой? Кән көшедегі танымайтын адам, Дамир дәрін ішдің ба дейді ғой саған? Мына түрмен пенсия алуға болады ғой, білесің ба? Жүр кет Қазпоштаға. Ал, құрметті көрермендер, мына біздің Шымкенттің командалар бәрі мынау тықыр тірліктің адамы, қара жұмыстың адамы деп ойлайтын шығар. Бірақ бізде де білімді, IQ жоғары жігіттер өте көп. Мысалы, біздің командада бәрі шеттерінен білімді кәдімгі. Дамир бірге бірді қосып жүр. Не қылдың? Жауабын арғы дүниеден алып келдің ба сен? Тұр енді бұл не аласың? Илхом өзің қош, бірге бірді қоссаң қанша? Ғабит екен, негізі бірге бірді қойсаңыз 2 болады. Кешкі базар бірге бере. Намаз қақып кетсе екен сен кән. Как бірдің қырменге басың оратын бала болсын? Ғабит, мәнге тейсен тей, Дамирге тейсен тей, ото бабаларыңге тейсен тей. Аны кәпкірге тей ма? Осы ата бабаңнан биік тұратын қанды кәкпір сонша ма? Болмаса жеті қазыналарына қоспасыңдашы кәкпірлеріңді. Не бар осы сен жеті қазынаңда? Майыз, ноғат, сабзы, күріш. Оны бірден палау дей замайсың ба? Зато 6 қазынан орны бос қалатын еді. Ғабит, 6 қазына бос тұр екен да, 7-ші қазынаға мені қосып алсаңдаршы. Өне бойыңды болмайтын әңгіме толып қапты ғой сенің, ә? Мұна әңгімеңді қапқа салда, адам аяғы баспайтын жерге апарып тасташы мақма. Жігіттер, болмайтын әңгіме айтып тұрсыңдар. Мұна қазылар алқасының өз сендеріне өтпейтін әзілдерге көз жұма қарап отыр ғой, білесіңдер ма? Ұйықтап қалған ғой. Соны тұрғызу керек қой, енді бастасаңдаршы әзілдеріңді десесің.
Рахмет. Рахмет. Бала күнімізде ата-анамыз бір жерге кететін кезде бізді әртүрлі жағдайлармен алдап кететін. Сонымен өзбек отбасында. Қазір ана балаға бір бәле деп айтма, Ахмет, жылап, түсінбей кетеді ол. Ай, балам, қазір мамаң екеуміз бар, укол салдырып келеміз, бақма, докторға. Өтірік айтпаңдаршы, стройға кетіп бара жатсыңдар ғой сендер. Жоқ, біз қойшы, мен де барам, мен авиа ақшасын 3-ке бөлеміз. Қазіргі таңда қайырымдылық қорлар өте көбейіп кетті, креативті үй беретін. Сонымен өте ерсіленіп кеткен қайырымдылық қоры. Ал, міне құтты болсын. Бүгін біздің қайырымдылық қорының атынан 3 бөлмелі сізге пәтер. Өлі, рахмет. Тоқта. Бірақ бір шартымыз бар сізге. Мына 10 этаждан пәске қарай секіресіз. Оннан пәске секіру керек, иә? Үй бересіз. Жарайды, келістім. Тоқта. Бірақ ше астында анандай 200-лік, анандай шегелер қадап тұрады. Ой, жоқ, ой, керемет. Бопты, онда ше басқа. Қалай еді, анау орыс апа бар, сонымен сүйсес қалай? Ой, сүйсіп. Тоқтасай, сұрамайсыз ма апа қандай деп? Қандай? Апа мощный. Ой, апа соска. Кәдім состояниесі жақсы апаның. Сүйсу керек үй бересіздер. Иә, протез түспейді кәдім. Видеоға түсірмейсіздер онда. Ой, тоқта. Үй берген соң видеоға түсір керек қой. Ой, мәш жылап кеттіңдер ғой. Сезімді тауып берші маған, үмітті жағып берші маған, жүрегім саған айтам қайта, сол қызды тауып берші маған, сезімді тауып берші. Әрістің басында пақан тұрады. Әрісті бастау үшін адамға 3 қасиет керек. Біріншісі ниет, екіншісі тәртіп, үшіншісі күш. Осы 3 қасиетті де бойларына сіңдірген универсал құрамасы. Рахмет. I'm sick of sad and everything's right, 'cause you're my universe. Универсал командасы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің басқарма төрағасы ректоры Дархан Ахмет Закиге өз алғыстарын білдіреді. Универсал командасының қарсыласы сахнада Атырау облысынан келіп отырған Мақат ауданы Доссор кенті Доссор құрамасы. Енді біз өзіміз бөлінбейміз да, Құдай бөліп тастағанда, Совет үкіметінің кезінде бөліп тастағанда бізді. 7 ауданды бөлмеген, емінді бізді бөліп тастағанда Доссорды. Жақтырмайды сөзін ішіне керек бізді. Қаяқтансың, Доссорды кімін десең, өйбей дейді ғой. Ақ сары жасыл қызыл көк түсті нотадам, стап қара кептадам, сақ қара лентадам, стайт районға дос, мағайындарға тос. Атырау облысы Доссор ауылынанбыз. Біздің ауыл өте криминалды ауыл. Даже бізден нардан жарыс өтеді. Кәрттен лигамыз бар. Неше түрлі уат біздің ауылда. Ассалаумағалейкум. Құрдас, қалай амансыңдар ма, жақсыңдар ма? Астанада КВН-ге келіп едік қой, балдар КВН ойнап отыр ма? КВН ойнап. Құрдас, мына қара. Жану үшін, жару үшін жаралған Жуалы дейтін Нұрсұлтан братан отырған бұл жерде. Сосын Сырым братан отырған бұл жерде. Сырым братан, жақсы братан. Бақа, не істепсіз шығып алып, ұялмайсың ба сәл? Жасың болсын 30. Ассалаумалейкум, брат. Жасың болсын 30 келді. Көрермен отыр. Есен ағаң өзі бізге сын көзбен қарап отыр. Ал, брат, қой құрсы қайда көріп еткен, братан? Білем бе құрдасың екен? Ойнап айтып жатыр ма, брат? Сахнада тұр, жайдарман, Жоқ, Есен аға емес, жалғас дейтін бір брат жүргізіп жатыр. Тыныштық, Есен аға нормально бәрі, жюриде отыр ол кісі просто жюриде. Ау, Есен аға берші. Қойшы, братан, сен танымайды ғой, сөйлеспейді осы мен. Ау? Қойшы, братан, құрсын. Сол үшін боқтамайды жарсын, братан, енді қоя қойшы, құрсын. То, братан, жоқ, білу. Бопты, мен ақ сондай бола қойынша, братан. Жігіттер бір тілімен сынып тұрым бар ғой, өртеніп атын бар ғой. Мысы басып атыр Аділхан. Не мыс сенде баса беретін? Не қысыла бересің шыққанда? Сендердің осылай қысылатындарын біліп, мен ауылдан өзіміздің Әділғазымызды алып келдім. Осы жерде ауылымыздың бір мәслихат депутаты бар еді. Арыстанбек ағай да тұра қойсаңыз орнынан. Арыстанбек аға? Арыстанбек аға.
келіңіз, отырасыз, 4-ші Әділғазы боласыз, келіңіз. Тез етіп отыра қойыңыз. Болшай. Отыр, араласып, отыр, кішкене, я. Қағаз, ручке бірдеңе қарап, араласып, отыр. Пауза десе, пауза дейсің, я. Ойын соңында 3-1 болып тұрмай, ғай. Сосын, ұйықтап қалма, ұйықтап қалды, ұжай. Біздің ауылдағы роддомда. Ойбай, толғақ. Ойбай, қалаға бар, қалаға. Кореялық тарихи сериалдарда дәл осындай қырсық хандар болады. Тамағыңызды ішуіңізді сұрайым, қанем. Тамағыңызды ішіңіз, қанем. Жоқ, ішпейм. Елімізді де ойлаңыз, қанем. Азық-түлік дүкендерінде дәл осындай көңілді апалар болады. Апай? Ау, жаным. Банандарыңыз қаншадан? 450, жаным. Апай, менде 20 теңге жетпей тұр. Ала қой, жаным. Ауылдағы братандарды көргенде неше түрлі сылтаулар айтып кетеміз. Ертең қайда боласың, тас келатыр еді. Ағылшын менде, братан. Қазір көрдің бе, ағылшыныңды бармайсың. Сен қайда боласың? Қарындасым сабаққа апарам, братан. Өзі барады қарындасың сабаққа, түсіндің бе? Сен қайда боласың? Бос емеспін, братан. Не істейсің ертең? Әуетте, мамам меккеге алып баттым. Мамам меккеге алып баттым, кішкене ауырып, не істеп, ризашылығын алып жүрдім. Басың жа сен сенің? Билетті қайдан алдың? Фриден тикетон сайтынан алдым. Мамаң ауырып сайын жақсы жүре бер сен. Жақсы. Мұнда кеш айтпақшы. Фриден тикетон бір өтізден жаспайшы маған. От души. Рахмет. Жалғыз ұмшылапты сама. Құрметті Әділғазылар, құрметті Есен аға, біз бүгінгі ойына ұшып кететін болсақ, өзіңіз білесіз біздің ауыл. Төбелес, атыс, шабыс, криминал. Сондықтан құрметті Есен аға, сезондан гөрі сезонда қалғымыз келіп тұр. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, жайдарманды пажизін жақсы көретін Дассор құрамасы рахмет Астана. 30-ға келіп қалды жаста, әлі раста, білгеннің бәрі раста, брат тоқта. Дассор құрамасы Мақат ауданының әкімі Азамат Саматұлына, сонымен қатар Атырау облысы жастар ресурстық орталығының басшысы Мәнсия Сағидолла қызына өз алғыстарын білдіреді. Универсал және Дассор құрамалары сахнаға. Көп рахмет. Есеп 3-1. Қарсы дауысты өз ауылдастарын берді. Дассор. Дассор құрамасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен құттықтаймыз. Қымбатты көрермен, шаршап қалдыңыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздер үшін қаншама уақыт дайындалып, қаншама түндер бойы ұйықтамаған, сахна сыртында қобалжып, уайымдап тұрған жайдарманшыларды бір қол сұғып қолдайықшы. Жайдарман! Жалғастырамыз. Биылғы жылғы маусымның ерекше көзге түсіп жүрген топтары ол аруларымыздан құрылған қыздар командалар. Қазір қос бірдей тамаша аруларымыздан құралған жекпе-жекті тамашалайтын боламыз. Алғаш болып бастайтын Ақтөбе қаласынан келіп отырған Дүние колледжі Сезім командасы. Осылай боп қалады екен да, біз негізі бөлінбейміз, өздері бөліп саған бізді әдем емес деп. Мұна біз сияқты әдем емес қыздарды көрсе деп қорқады. Қазір шығатын қыздарда ондай қатты сосық емес. Мұна менің ар жақ бер жағым қорқып кетпесін деп мен соны айтуға шығып тұрмын. Қыздар!
Қыздар! Еме реншіп қалдым. Аманшылық па? Не болып қалды? Ей, тәттақ болып реншіп тұрған жоқпын ба? Қуа бермеші, не ол айтшы. Мен проходной дворда жүрмін. Переходной возраст дейді ондайды. Да? Сәлем Астана! Осыны бір жүгірмей қойсақ болмай ма? Бізге бәрібір ғой. Вот сендерге пайдалы емес па? Давай тағы бір көрік. Кеттік! Тоқтаңдаршы, қыздар, мен арықтаймын деп шештім. Сағат 6-дан кейін тамақ ішпеймін. Поздно уже, саған 6-тан кейін емес, 6-шы класстан кейін тамақ ішпеу керек еді ғой? Тисе бермеңдерші маған. Мен ауырып тұрмын, мантуым ісіп кеткен. Ойбай, мантуыңды қай жеріңе сал? Қолыма салды, басқа қай жерге салады енді? Сенің қолыңа емес, бүкіл денеңе салған сияқты болса мантуың. Нервыма тие бермеңдерші. Вообще маған мынандай қыздар ұнамайды. Шашын сарыға бояп алған, бетінің бәрі макияж, қып-қысқа юбка, ерін ісіріп алған. Еще түнгі клубта түнімен қыдырып жүреді ғой. Бұлар сөйтіп жүріп көшті жігітке күйеуге шығып алады ғой. Шүкір, дұрыс жолда жүркем ғой әйтеуір. Вечерде кукуруздың үстіне өзгешен құятындар. Мореде футболкамен суға түсетіндер. Бірінші кездесуде жігітпей сүйіспейтіндер. Сен ау деп едің ғой? Давай. Не айтқың келіп тұр? Не айтқың келіп тұр? Тез айтшы ол. Мына Қазақстанда пайдасы жоқ блогер мен мобилографтар көбейіп кеткен ғой. Тас лақтырсаң соларға тиіп отыр ғой. Соларға бар ғой, үлкен тас лақтыру керек. Ракушняк па, сол кезде шойып кетеді өздері жайлап. Қыздар, естідіңдер ма? Жақында Ақтөбенің ауылының әкімі көңілдесін ұрған үшін айыппұл төлепті. База жоқ. Ақтөбенің ауылының әкімдердің өздері данып кеткен ғой қазір. Бір көңілдес тауып алған. Баяғыдай бір қатының бетіне қарап отыру дейтін жоқ. Сосын олар костюм шалбар киетін болыпты ғой. Ақбақ, оны баяғыдан кимей ме? Қазір рубашкамен киеді. Қыздар, дым уайымдамаңдар, бүгінгі ойында өтеміз. 1-8-ге өтеміз. Бізді Пушкин атамыздың аруағы, Лев Толстой атамыздың аруағы қолда отыр. Не ма? Абылайхан атаңның аруағы бос емес пе екен? Келесі ойынға да өтеміз. Шекспир атамыздың аруағы күтіп отыр бізді. Күтіп отыратындай, ол саған остановка ме еді? Аузың жаптыршы! Құрмет достар, биыл Жайдарманда кино маусымы. Ал біздер болашақ педагог ретінде мультфильмдерді педагогтар түсірсе қалай болады екен? Тоқпақ, өзінің құрдастарына әлі келмей мектептегі оқушыларды ұрып жүретін дышағай. Том и Джерри ентіға қалмай 9-дан кет деп оқушыны қуып жүрген завуч. Саяхатшы Дара білсін, білмесін, кез келген семинарға бара беретін мұғалім. Маша и Медведь негізі екеуі құрбы, бірақ оқу жылының басында сағат бөлетін кезде сағат үшін ұрсып қала беретін мұғалімдер. Алдар көсе, қай жерің ауырса да титрамон беріп жіберетін мектеп дәрігері. Ер төстік, орыс классының қыздары. Король Лев, мектептің директоры, Гаронаның басшысы. Рахмет, құрмет достар, ойынымыздың соңында алдарыңызда WhatsApp, Instagram мен TikTok емес, WhatsApp-тың статусына қатты көңіл бөлетін болашақ педагогтар. Сіздермен бірге сезім Жайдарман командасы. Жайдарманға деген шынайы сезіммен Дүние колледжі. Рахмет Астана. Сезімді сезім жалғайды,
жүректі жүрек алдайды. Тамаша, сезім командасы Дүние колледжінің директоры Дидар Балғабайқызы Жетпісбаева ханымға өз алғыстарын білдіреді. Сезім командасының қарсыласы сахнада Алматы қаласынан келіп отырған аруларымыз Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, сахнада Ақпатшам командасы. And touch the sky. Hey, my dear, be right here. Pop rose like it was milk. Goddamn, man, I'm feeling myself. I say I'm feeling myself. Take a step to the right, then one to the left. Got my drink in my two-step, feeling myself. Gucci, Louis, I'm so. Ассаляму алейкум, қалай жағдай? Ау, жігіт, осы ойын ұшасыздар ма? Қыздар, бүгінгі біздің қарсыластарымыз кімдер? Сезім. Ойыннан кейін жаралы сезім көреміз дейсіңдер аға. Кеш жарық қазақ елі. Қыздар тоқтай тұрыңдаршы. Сәлима, сен жайдарманшы емессің, сахнаға не үшін шығып алғансың? Просто үйдегілер дейтін кілт тастауды ұмытып кеткен ғой. Қыздар, кеше мен телефон көріп отырып, бір ойын көріп қалам. Тиын жинап ойнайсың. Короче, енді мақсаты тиын жинап ойнау. Ана ойынның атын ұмытып қалып тұрмын ше, қыздар. Ол ойынның аты ауылдағы зарплата деп аталады, жанын сая. Құрметті көрермендер, біз Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінен келдік. Тек қана қыздар оқитын университеттен келгендіктен бізде жігіт жоқ. Даже бывший да жоқ қой. Біздің қыздар мұсылман. Не, өтірік па не мұсылман екендерің? Кейде біз телефонмен сөйлесіп жатып, сөйлей алатынымызды ұмытып кетеміз. Егер де Нұрлан Еспанов тарих пәнінің мұғалімі болса. Айтасыңдар ма жоқ па? Айтасыңдар ма жоқ па? Онда өзім айтам. Шымкент жақта жоңғарлар кіріп келеді, аналар 50 мың, біздікілер 600. Қазекеңдер айырып жібереді ғой. Қалай айтқанын айтайын ба? Қалай айтқанын айтайын ба? Біздікілер самсаға ұрып алған ғой. Ащы болса да шындық, бірақ қыздар жігіттерге көп өтірік айтады. Сол өтіріктердің топтамасы. Сен неге жақсы жігітсің? Сен маған емес, мен саған лайық емеспін. Екеумізге пауза алу керек сияқты. Ренжіме, мені ата-анам бала күнінде атастырып қойған. Алло, Жан, ұйықтап жатырмын мен. Ренжімеш, просто мен отношение дайын емеспін. Жан, түгесім істемей қалды. Құрметті көрермендер, спойлер болсын, жалғасаға шығады да екі команданың қайсы өткенін айтады. Олай болса, ойынымызды салтанатты түрде аяқтауға рұқсат етіңіздер. Рұсқат. Музыка.
Ахпатшам командасы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры Бейбіткүл Кәрімоваға өз алғыстарын білдіреді. Сезім және Ахпатшам сахнаға. Төртінші жұп жайлы. Бір керемет жұп, бір-біріне сай. Дегенмен бұл жолы 2-1 алматылықтар. Тамаша, ақтөбелік қыздарға келесі маусымда сәттілік тілейміз. Алматылық аруларымызды келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтап, сахна сыртына қошеметтеп шығарып салайық. Жалғастырамыз. Сонымен 5-ші жұп алғаш қол бастайтын Қарағанды қаласынан келіп отырған тамаша команда ұлттық ұлан. Қарсы алыңыздар. 한국의 유행가 아주 신나게 부르는 나 좋아 이제부터 우리 모두 다 날라리 삐리리 따따라 헤이 엄수 құрметті көрермен танымадыңыздар ма не? ұлттық ұлан көшеде үшеу болып қызметте жүреміз ғой. Ойнатпай-ақ қойыңдар, күнде көріп жүр ғой. Көшеде қылмыскерлерді ұстаймыз біз. Жігіттер, ойнатпай-ақ қойыңдар деймін, көріп отыр өздері. Біз біріміздің үстімізге біріміз шығып, ұзын столба сияқты тұрамыз ғой, істеңдер шал. Істей алмайсыңдар ма? Жағаласпаңдар. Саулығын тілеймін, Астана! Мынау жігіттер қауымы айтайын, әскер деген рахатшы. Мысалы, басыңды оңға бұрасың, түзем. Солға бұрасың, тік тұр. Сен гражданкада басыңды оңға солға бұрсаң, кредит займ ұрылып кетіп жатыр ғой. Ұлттық ұлан, кредиттеріңіз мазаламайды. Мынау мен әскерге келгенім бір қызық болды. Үйде жатам ғой, жантайып әдеттегідей жаңағы. Шайым жеп, соратап жейтінем жеп, жатам. Сол үйде жатқан жерімнен үстіне военкомат түсіп әскерге алып кетеді ғой мені. Ұлттық ұлан, жатып шерлерді азайтамыз. Жігіттер, мен гражданкада ұйқым мүлдем қанбайды. Әскерге барып, кешкі 9 ұйықтайсыз, таңғы 6 отырасыз. Рахат. Ұлттық ұлан, қандырамыз. Ұйқыларыңызды. Мынау, бүгінгі ойынымызға кім келгенін білесіңдер ма? Кім? Бүгінгі ойынымызға бізді қолдап арнайы қыздарымыз келіп отыр ғой біздің мына жақта. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдай. Құрметті менің аяулы болашақ балаларымның анасы. Сенің жігітің әскерден ескертусіз, әрі изменасыз алдыңа келіп тұр. Құшақтауға рұқсат па? Істеуасыз, Арнат, сен ротаң ұстаған жігітсің ба? Қойсеш, Арнат. Ұятқа, Арнат, былай қарай тұршы, ұялып баратыр мен сен үшін. Қуасың ба сен? Больницада жатыр ма мен? Әскерде жүрмін, Гарила құт бірден алатын қызсың ғой, төр бар ғой. Айту сен маған армияға кеткеніңді айтпайсың, Жан, кешіршін. Ескеп білуің керек па? Жан, білген жоқтың ғой енді мен жан. Қалай білген жоқпын? Жан, кешіршін. Нұртас, сен қызың саған қарағанда мужественныйлау ғой. Сен бізге тестостерон туралы әңгіме айтатын ең ғой. Жан, бергеш. Қарака қыздармен қалай сөйлесу керек екен. Жоқ, Жан, базар жоқ, мен сені жақсы көрем. Бірақ мен шотымнан алған кредит зайымдарын қашан жабасын, арестке кетіп баратырмын ғой мен. Мынау кімнің қызы? Зайым дей ма? Мен қызым жоқ еді ғой. Қоямын күшіңді тауысып, сабағыңды дұрыстап оқысаң, мені сыйлық қып келеді Санта Клаус. Бәрін үйрету керек әкең ауыз, оп-оңай үстіге астыға bounce, 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 bounce. Ей, баклажандар, үстеріңе помидор қойып, төшшіні язык істеп жүрейін ба? Анау сендер асханада жейтін тамақ бар ғой, гречка, каша, соған анандай бір нәрсе қосады. Қосады, оған просто сендер ешкім айтпайды. Не қосады оған? Тұз қосады. Қалай? Кальяндағы домалақтар сияқты ма? Жарттым депсің ғой. Сен гражданкадағы командаларды қараса, ән, би, шоу, массовка жартып атыр ғой, бірінен кейін бірі. Ойнасаң да соларға. Ойнайын соларға. Тоқта. Мынау шарт етіп әскерден қашып барады ғой. Қашамай қалдым ғой. Ендеше ұлттық ұлан құрамасы бізде осылай істей аламыз. Сәнімді ерке қайым саған арнадым. Таңдырым мен гүл жарас
жарасын самал жайнап ырғалсын төңірекше нұрлаған olsun қызғалдақтардай таңырыңның бір жарасын самал жайнап ырғалсын төңірекше нұрлаған olsun қызғалдақтардай. Әзірге осыны ғана үйрендім мен. Рахмет достар. Алғашқы әзіл. Ұлттық ұлан сарбаздары көшеде қызметте тұрғанда дәл осындай қызықтар болады. Ойбай, мына қызды қарашы, фигурасы зор, қарашы. Ей, жаман ойламаса өйт. Егер мен гражданкада болсам, осы қызбен жүріп, екеуміз үйленіп, бақытты балайына Мальдив аралдарына бара жатқанда көзімше изменять етті ғой. Мынау бүгіндікке үшінші измена басқа жерге ұрып тұрайықшы. Рахмет. Әскердегі нағыз қызық рота отбойдан кейін басталады. Так, жігіттер, рота, отбой. Yes, отбой. Қазір кез келген 3 дауыс шығатын болса, қайтадан тұрасыңдар, түсініңдер ма? О, міне бірінші дауыс кетті. Егер де ұйықтай алмай жатсаңдар, о, міне екінші дауыс кетті, рота тұратын сияқтысыңдар ғой. О, міне рота, пойдем, ұйықтай алмай тұрсыңдар ғой. Наурызбайға рахмет айтыңдар. Тұрып ұйықтайсыңдар енді. Тұрып ұйықтаған неудобно, господин. Неудобно, на подтолке спать. Дұрыс па, Бақтыбай? Так точно. Әні, направо, потолокқа бегом, марш! Арман-ай, бәрі де артта қалған-ай, бір күлгідей болмады-ай, арманы қуған-ей, алтын-ай. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі ойында радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтына қарсы Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы 54-51 әскери бөлімі қарсы ойнап жатыр. Мынау ойнайтын нәрсе емес, жігіттер. Мынау ойынның нәтижесін екі әскери мекеме күтіп отыр. Мынау ойыннан кейін не біз 10 километр жүгіреміз, не олар 10 километр жүгіреді. Рахмет. Отанның тыныштығын ғана күзетпей, көрерменнің жүзіне күлкі сыйлауға себепші болған ұлттық ұлан. Эктор, Еркіндор. Рахмет, Елорда. Бәрі өз қолыңды кейде шаман келмейді, сенің өмір жолында жасыл жана бермейді. Рахмет. Ұлттық ұлан командасы Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы 54-51 әскери бөлім басшысы Рауан Омаровқа, сонымен қатар жетекшілері Таир Омархановқа өз алғыстарын білдіреді. Ұлттық ұлан командасының қарсыласы сахнада Алматы қаласынан келген радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты байланыс жігіттері Алматы. Редакторлар бұл жолы қызық қылды, екі команданы бекер беттестірді. Бұл жай ойын ғана емес, басқа бағыт осы жерде көрсетілді. Қорғаныс пен ішкі істерді шағыстырып, заңмен емес алаңменен сынаттырды. Заңмен емес алаңменен сынаттырды. Әгигәгім, ай. Жігіттер, біз сахнада жарысқанымызбен өмірдегі мақсатымыз бір. Саулық дейміз Астана. Командир звондап жатыр. Маған звондап жатыр. Командир. Барлығы біздің жоспар бойынша. Қарсыластарымыз ұлттық ұлан. Нұрдәулет па? Ол ауырып қалды. Госпитальге жатып қалды ғой. Өтіне тас соған дейді. Қатырасы, өтіне деймін, өтіне. Қатырасы. Бетке тас толмайды ғой, қатырасы дейді. Жақсы. Не дейді? Залда отырым дейді. Үйіндегі залда.
Ал құрмет көрермендер, көріп отқандарыңыздай бұның барлығы стратегия. Біз әскери команда болғаннан кейін барлығын алдын ала ойластырып қоямыз. Ол әскери тәртіп. Мысалы сіздер құрметті студенттер, сіздер мына тамақтанған кезде тамақты қасықпен ішесіздер ғой, біз оны таймермен ішеміз. Сіздер мына жаттығу жасаған кезде шаршағанша жасайсыздар ғой, ал біз командир шаршағанша жасаймыз. Рахмет. Сосын сіздер таңертең сабаққа асығып жүгіресіздер ғой, біз ешқайда асықпасақ та жүгіреміз да. Сіздер мына көшеде әскери қызметшілерді көрсеңіздер қашасыздар ғой, бізде де солай. Ал енді бірақ мынау әскери тәртіпке жатпайды жігіттер. Сұлтан, формаң қайда? Жігіттер, сендер бұны түсінбейсіңдер, бұл таза хайп. Хайп деген анау табиғатқа қарап кофе ішіп. Ол вайп. Вайп. Анау инстаграмда ұнайды дегенде ол лайк. Лайк. Жігіттер, жайдарман ойнау. Ол кайф. Рахмет. Жігіттер, кешегі ойыннан кейін WhatsApp-тағы жекеме бір қыз былай деп жазады: шашымды қисам қалай болады? Шашыңызды қисаңыз қысқа болады, енді ол бір түрлі сұрақ екен. Дәл осылай көңіл кетесіз, байланыс жігіттері, байланыстамыз. Не болды ол? Бұл оригинал ғой. Оригинал. Сабылғаным яманда, көйлек гүл шара, ойнағаным қара, шашың тарам-тарам, сағынғанда жама. Сарбаздар, бізге де қолда көрсетіп отырыңыздар, біз де отан қорғап жүрік. Рахмет. Сонымен тамашалаймыз әскердегі мобилограф. Бұндай да болады екен. Полигондағы ішіп пісіп отқан сарбаздар. Что-то ілмегетті грантамен көреміз, может. Көреміз, әскерге шақыру креативті болса. Ассаламалейкум бауырым. Мына донер 5 рет жеп тауыз қойсаң әскерге алмайсың. 4 рет. 3 рет көрші. 2 деш, 2. 1 рет жеуің керексің. Қошым, жігіттер, армияға бару керек. Бару керек. Махаббат бұл бір майдан, құласаң құшақ жайған, бері қолдарымды жайып, сені сорадым құдайдан, біздің тағдырлар тоғысты, біз үшін. Рахмет. Сөз соңында. Біздің команданың жайдарман есігін ашқанына биыл 3-ші жыл. Білеміз, жайдарманшылар үшін 3 жыл деген ол өте аз. Бірақ курсанттар үшін 3-ші жыл ол соңғы жыл. Биыл біздің соңғы маусымымыз. Ал соңғы маусымда біз соңына дейін жеткіміз келеді. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қазақстан Республикасы қарулы күштері, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты байланысшылар командасы. Рахмет. Айғысым қалықтаған, жүрғысым шарықтаған, сүйуден жалықпаған, мен айғыс. Рахмет. Байланыс жігіттер командасы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының бастығы генерал-майор Нұртас Кабаковқа өз алғыстарын білдіреді. 5-ші жұп командалары ұлттық ұлан байланыс жігіттері сахнаға. Былтырдан бастап заң мен тәртіп енгеннен кейін полиция қызметкерлері жалпы қай сала болмасын өте жақсы өнер көрсетуде, жұмыс жасауда. 2-1 ұлттық ұлан. Тамаша, ұлттық ұлан командасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен құттықтаймыз. Байланыс жігіттеріне де сәттілік тілейміз. Әскери өмірмен қатар шығармашылық жолды бірге алып жүрген жігіттерге құрмет білдіріп, қошеметпенен сахна сыртынан шығарып салайық. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Қымбатты жайдарман көрермендері, биыл жайдарман ойындарында кино маусымы, биылғы жылғы маусымның бас серіктесі Freedom Ticketon кино
театр, спорттық ойындардың билеттерін енді бір жерден сатып алуға болады. Бұрын соңды билет сатып алу дәл осылай оңай болмаған. Freedom Ticketon бұл жай ғана билет сататын сервис емес, бұл сіздерге жарқын әсер сыйлайтын афиша. Жайдарман және Freedom Ticketon біргеміз. Жалғастырамыз. 6-шы жұп алғаш қол бастайтын биылғы жылғы маусымды Алматы қаласында өтіп жатқан республикалық суперлига ойындарында бастап, маусымды біздің чемпионатымызда жалғастырып жатқан тамаша ұлағатты ұстаздардан құралған арулардың командасы. Қарсы алыңыздар, Алматы қаласы ұстаздар құрамасы біліп тұрып сұрайтындар. Үлкен-үлкен ағаларыңа қарсы үлкен-үлкен тәтелерің келіп қалды. Эй, қайдасыңдар, тәттелер, замуж не хочу, главная карьера. Эй, қайдасыңдар, тәттелер, еще молодая, 95-го. Эй, қайдасыңдар, Мыналар примерно шрик деп ойлап отқан шығарсыздар, иә? Мұғалім болып шірсек жарасады, жайдарманшы болып та шірітіп атқан командаларды көріп атырмыз ғой. Таңғы 7-те жұмыста, түнгі 11-де WhatsApp'та отыратын, одан болмасын отчеттар дайындыратын ұстаздар командасы келді. Сәлем Астана! Көйлек гүл жара, ойнағаның қара, шашың тарам-тарам. Қыздар недай боқ қатты ойнатып қойып жүрмендер. Білем ғой мен сендердің игровойларыңды. Бірде 16-дан да ұшып кететін желание жоқ. Құрметті көрермендер, оның үстіне бүгін маңызды ойын болғаннан кейін мектебіміздің мен деген ұстаздарын алып келдік. Мұғалімдер билейтін заманда оқушы болдық. Оқушылар билейтін заманда мұғалім болдық. Тоқтаңдар, сендер әлі оқушы билетіп жүрсіңдер ма? Мен мына жақта өзім ақ билетіп атырмын ғой. Кел билейік балақай, қолды көтер алақай, аяқтармен топ-топ-топ, шапалақты сақ-сақ-соқ, оңға жаса бір қадам, солға жаса бір қадам, маймылдар қосап билеп, белді қозғап. Жайма сенікі? Қыздар, ренжімеңдер, отчет үшін керек еді. Жайдарманмен, бірақ жұмысты да ұмытпау керек қой. Қыздар, жалпы мына өмірдің қай жеріне келдіңдер? Сабағың дұрыс жасалмаған, әдіс тәсілдерің жасалмаған, жасанды интеллект қолданып жүрсіңдер ғой, деп тағы біреу келіп айтса, көк бапымен басына қойып қалатын жеріне келдім. Балама сен сияқты мұғалім керек. Нөміріңді беріп қойш дейтін жерге келдім. Бізге де айтсаш, біз де күлейік дейтін жеріне келдім. Келіншегім тілекті 45 минут айтады, еще ағылшынша сөйлейді дейтін жеріне келдім ғой. Мұғалім өлмейтін, мамандық деп түсіп алып, енді өзіміз өлейін деп жүрміз. Ана тестті атмен ағылып дұрыс қылды. Енді сенбілік деп шулап жатыр. Сондықтан да бізге оң көздеріңізбен қараңыздар. Болмаса, сол көздеріңізбен қараңыздар. Тіпті болмаса, қарамай қойыңыздар, демей қояйын. Арт жақтағы көздеріңізбен қарап отырыңыздар. Кет ана лефттің артынан, тоғын үзесің. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев вице-президент жайлы айтып еді, біздің КВНщиктер молодец дей. Шетінен бала күнгі армандарын орындап вице-президент болып жатыр. Молодец, Мансар. Сосын қыздар не? Тоқтай тұрш. Бағаннан бері қарап отырмын, ана жерде отқан бала тыңдамай отыр. Сен туралы айтып отырмын, тұрш орныңнан. Нан кім үшін ойнап отырық біз? Алдыңда бір емес 4 мұғалім тұрған жоқ па? Мынау әзіл бізге керек емес, біз бұны баяғыда жаттап қойғанбыз. Жоқ, түсінбеймін да. Сабақ тыңдамаса не үшін келеді? Не үшін келесіңдер, а? Йокохама резинасы. Қыз көктем жаз күз, кез келген мезгілде пайдалан. Жоқ, оны нәжерен немен етіп тұрсың? Енді Астанаға келген жолымызды ақтайық та. Сосын қыздар ше, менде бір жайдарманшыларға деген бір сұрағым бар, соны қойып кетейінші. Құрметті жайдарманшылар, осы сіздер әзілдеріңізді қалай жазасыздар? Біз жазсақ ертеңгісінде басымыз ауырып жаңа. Ол әзілден емес ау? Күлесіңдер, е? Болмаса жазбадық па? Әзілді ма? Оны да көреміз ғой. Йокохама резинасы. Қыз көктем жаз күз, кез келген мезгілде пайдалан. Жоғын, екінші рет не үшін айтып тұрсың мына жерде? Енді Алматыға қайтайық та. Сүйғалама, бақытқа балама, оңай ма айтшы маған. Қалғамай
құрметті көрермен, бұл ойынымызбен біз сіздерге мұғалімдердің орнында болуға мүмкіндік беріп тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, болмайтын концерттерге мұғалімдерді көрермен ретінде жіберіп қояды ғой. Дәл сол мұғалімдер бүгін сіздерсіздер. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен 45 минутын сабаққа, 4 минутын әзілге арнаған біліп тұрып сұрайтындар. Рахмет, Астана! Ізімен жүріп ымырайдың, ізгілік жолын таңдармыз. Ахметтей ұлылардың, сап кеткен жолын шалдармыз. Біз ұстаз деген жандармыз. Рахмет, біліп тұрып сұрайтындар командасы Yokohama және Tri Angel шиналарының Қазақстандағы ресми дистрибьюторы Sun Tires компаниясына, сонымен қатар номері 169-шы мектеп лицей ұжымына өз алғыстарын білдіреді. Біліп тұр... Бір қол соқ қойыңыздар командаға, қаншама. Жалғастырамыз алматылық ұстаздарға қарсы елордалық тәртіп сақшылары. Қарсы алыңыздар, жергілікті команда Астана қаласы, сахнада елорда сақшылары. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. Қыздар, билеп болдыңдар ма? Форманы бересіңдер ме? Біз ойынды бастайық. Ішкі істер министрінің құрамасы болғаннан кейін қауіпсіздік біздің мойнымызда. Біздің тұрғыда Есенаға президент деген жалғыз жүрмейді. Жігіттер! Жігіттер, енді дұрыс болған сияқты, бірақ сонда да бірденке жетіспей тұрған сияқты. Снайперлер, адамдар барлығы бар ма? Орында, екі снайпер орында ғой. Айтпашы, мына LED экрандарын жұмыс істей ма? Істеп тұр. Бірінші команданың қалтасына тәртіп сақшылары езіп салып жауып тастаған болса. Жігіттер, шлей мына музыкамен алып кетпей қойыңдар. Просто профилактика. Жігіттер, бәрін реттеп болсақ, енді өзіміздің мақтанышымызбен мақтанайық. Бұл қыздарымыз қазір бізде эксклюзив. Себебі олар Дубайға барып, адал жолмен тер төккен алғашқы қыздарымыз. Рахмет, қыздар! Жігіттер, дайынсыңдар ғой? Дайынбыз. Ендеше бастаңдар. Нұрсұлтан сырым, что-то көңіл күйлерім болмай отыр ғой. Сендерге де охрана керек па? Жігіттер! Ол сенің борышың, ол менің борышым.
смело отыра беріңіз. Наш панчлайн тут каждый слышит. Сәлеметсіз бе, шешіне бер. Сонымен... Әрудің тактикасы осы. Командаға бүгін келіп. Сонымен көреміз, уставқа жатып қалған полиция қызметкері массажда. Сәлеметсіз бе, шешіне бер. Так точно. Білесіз бе, біздің бағамыз 90 мың теңге тұрады. Отстой! Наш панчлайн тут каждый слышит. Наш панчлайн. Сонымен көреміз, мүлдем жағдай жоқ, уақытша ұстау изоляторы. Басеке, тамақ бар ма, тамақ? Тамақ? Тамақ жоқ, бұл жер тамақ бермейді. 3 күн болды ғой тамақ ішпегелі. Су бар ма хотя бы? Суға ақша жоқ. Кеттім онда. Қайда? Магазинге. Хотя бы мынаны бітіріп қойыңдаршы, мынау не ашық-шашық. Наш панчлайн тут каждый слышит. Белгісіз бір полиция бөлімінде. Таныстың ба деламен? Таныстым. Сарыаркинский районда тұрады, бойы 1,80, даже саусақ іздері кеп тұр. Белі жіп жіңішке. Қыл мойынды. Фигурасы, екен. Не айтыпсың сен? Деламен таныстың ба, қашып қоқпадың ба? Шеф, бұл уже личное дело. Жігіттер! Жігіттер, жиналамыз. Барлығымыз жиналамыз. Братья, братишки! Құрметті көрермендер, осы жерде тұрғанның барлығы Қазақстан Республикасының күшті құрылымдары. Біз Қазақстанның ішкі және сыртқы қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Бірақ та, сонда да біз туралы жаман пікір жазатындар бар. Біз оған мән бермейміз. Себебі біз осы әнмен жауап береміз. Біздерге сыр айтады көп, біздерге мұң айтады кеп. Біз кейде өмір сүреміз, осы жұрт не айтады деп. Біздерге сенбейсіз кейде, алаяқтар шын айтады деп. Жүрміз ғой жақсылық жасап, сол жайлы кім айтады деп. Көп адам бізді жамандар, бізде де білдей баға бар. Елге қызметпен жүрген соң, артыңда сөз бар, сын көз бар. Жаныңды ұғар адам бар, намысқа тиер надандар. Біз жайлы сөз таратады, өсекке ерген адамдар. Біз жайлы сөз таратады, бізді танымайтын адамдар. Сіздермен болған елорда сақшылары. Тамаша, әскери топтар болсын, тәртіп сақшылары болсын, жалпы кез келген адал еңбек құрметке лайық деп білеміз. Қол соғып сахна сыртына шығарып салайық. Тамаша өнер көрсетті. Елорда сақшылары командасы Ішкі істер министрлігіндегі Астана қаласы полиция департаментінің басшылығына және Астана қаласы полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Төлебаев Марат Сағынтайұлына үлкен алғыстарын білдіреді. Сонымен біліп тұрып сұрайтындар және елорда сақшылары сахнаға. Алтыншы жұп жайлы қазылар алқасының пікірі. Қандай керемет. Ойынды аяқтай саламыз. Рахмет. Ойынның аты ойын,
2-1 елорда сақшылары. Тамаша, елорда сақшыларын келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Бұны білгенде соңғы команда етіп қоюға болатын еді, бірақ соңғы топтардың да айтары бар деп үміттенейік. Қымбатты жайдарман ойындарының көрермендері, биылғы жылғы маусымның бас серіктесі Freedom Ticketon, Freedom Super App мобильді қосымшасын жүктеп алып, афиша бөліміне кірсеңіздер, театр, кино, спорттық ойындардың билеттерін 19%-ға дейінгі кэшбэкпен сатып ала аласыздар. Freedom Ticketon және жайдарман біргеміз. Жалғастырамыз, 4 команда, яғни 2 жұптың өнерін әлі де тамашалаймыз. Қазір тартысқа, бәсекеге, қызыққа толы жұп болады деп есептейміз. Себебі 1-32 финалдық сайыстарда ерекше көзге түскен қос бірдей команда. Қарсы алыңыздар, алғашқы болып жергілікті астаналық команда Квартет командасы. Нағып, радиодан қойып отырсың оны? Ноутбук әперді қой, қоссайшы содан. Бастарын жасайма, аяғы ақсаңдайтыны бар, соңына қоймайсыңдар ма? Не болды аяғыңа? Қайырып алдың. Жарайды, бір қайыр болар енді. Қайырлы кеш Астана! Саған бару міндетті ма? Бәз жігіттер ренжімеңдерші. Арттағы командаларды көріп қызықып кеттім. Арттағы командалар құдыққа түсе түсесің ба енді? Негізі біз талдан жерге секіреміз деп келіскенбіз. Мен құдыққа түсіп кеттім. Жігіттер естідіңдер ма? Әскерде телефон ұстауға рұқсат беріпті. Мынау жақсы жаңалық қой, әдемі ғой. Бірақ автоматталып тұрыпты. 5 мезгіл тамағы бар дейді. Түстен кейін ұйықтатады екен. Сарбаздар мен ата-аналардың арасында жеке чаташ қойған. Каждый 5 минут сайын видеозвонокпен сөйлеседі. Мынау садиктен слабый болып кетті ғой. Ертең әскерден емес, садиктен қашатын болады ғой. Қазылар алқасы 1-16 құтты болсын. Мынау еді, жай сумен отқандарыңыз қалай болады екен? Самса! Сен бас істей ма? Бишара командамыз ба, самса беретін? Мен саған бишарамыз дедім ба? Қада ойнарсың ғой, өтіп кетеді ғой қазір. Мынау суқо қайдан алғансың? Микроволновка! Оңай ғой, ұста саласың ғой. Так, Қазақстан кап, Астанада болса Қазақстан кап, Шымкентте болса Қазақстан кап деп қоясың. Боше. Сізді ғой. Мынау қатты түсіп кетті ғой. Енді командамен тұрайық үрлеп, суытып сон. Ой, сендер әуре болмасын деп холодильник алдырып соғып сен бас істей ма? Осылай көрген нәрсені шығара бересің ба? Мен саған әшейін айттым ғой. Әшейін? Мынау не айтса да шыға бере ма? Бір ауыз дуал екен өзің. Дуал деген стена емес пе? Стенасы нес? Басың істей ма сенің өзі? Үйіңде бірдеке қалдым өзі? Қалды ғой, үйде диван бар. Керек емес. Жай айтып атырым. Сен басың істей ма өзі? Мынау осылай жалғаса бере ма? Жалғасы нес? Өзіміз бітір алмай тұрмыз, немене шықтың? Не істеп атсың? Жалғастырып атырым. Жалғастырамын! Көзі қылый бала базарда. Досым, мына костюм қалай? Жіп боптысың ғой. Арқан тартыста ұтылып қалған 3 бала. Дайындала бермей тамақ ішу керек бізге.
аяқ киімінің бауын байлай алмайтын мектеп директоры. Жүгіре бермеңдерге, бәріміз құлаймыз. 10 жыл ұрыспаған отбасы. 10 жылдан бері қайда жүрсің, айуан? Өзің емес пе енді арыз жазып жіберген? Менің атым Қожа фильмі Үндістанда түсірілсе. О, тәңірім, сіз тұра беріңіз, жанарға өзі барып пайда салады. Ай, арман, адастырмай мені қоя тұр. Жалған, құшағыңды маған жая тұр. Жүрек. Еркебұлан, не болды? Аяғын жазылып кетті ма не? Жігіттер, сахна киелі екен, емделді. Сен сонда көрген көрермен дем алатын, өздері жайдарманнан ем алатын деп келтіріп тұрсың ғой, Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Афраганус университеті шу балдары. Афраганус, заманауи тәліп шарғари тәрбие қылыңдар. Erken seni erken açma gel. Sılır sanki sırların köp açma gel. Рахмет, квартет командасы Елхан жиһаз орталығына өз алғыстарын білдіреді. Рахмет. Сонымен квартет командасының қарсыласы құрамында ардагер десек те болады, енді жайдарманшылар бар. Павлодар қаласынан келіп отырған ерекше команда Мираж командасы қарсы алыңыздар. Өзім импровизациям дамып келе жүр. Сіздің есіңіз кім? Маржан? Маржан, Паржан. Сіздің есіңіз кім? Ерсұлтан? Ерсұлтан, Персұлтан. Сіздің есіңіз кім? Қалай? Қасым Жомарт. Импровизацияны аяқтаймыз. Әуендерде керек емес дыбыстар өте көп. Сонымен тамашалаймыз, Алдабайдың концертіне таксист кіріп кетіпті. Астана, Алматы, Азияда, 1-1. Мираж Жүгіністің інісі бөгет жасауда. Ерекше әлемі. Михавайдағы Жандос Қабдолға прикол ұстап тұр екен. Ағайын бітті сау болыңдар. I'm a rock star. Қара кесектің концертінде тіс ауырып қалыпты. Ол күттер алып түнде ауырдым. Көкте түнге тойуа. Байқадыңдар ма? Темекі шегетін қыздар әдемі болады де. Байқадыңдар ма? Любой ауылда бір неміс семья тұрады ғой. Соны байқадыңдар ма? Негрларға приш шықпайды де. Соны байқадыңдар ма? Араласпайтын туыстарымыз бай болады ғой. Соны байқадыңдар ма? Жаңа жылда официант қыздар олень болып киініп алады, де? Байқадыңдар ма? Батада осылай қолын жаятындарды крутой деп ойлаймыз. Мен бүйтіп қосам. Ашсам ойлаймын, дұға тілектер жерге түс кете ме деп. Сосын ол қабыл болу үшін оның бетіме жағам былай. Байқадыңдар ма, бала кезімізде анамыз үй жинайды ғой. Сол кезде міндетті түрде осылай істейтінбіз.
Рахмет. Жалғастырамыз. Назарбекке концерт кезінде анекдот айтып тұр екен. 91-дағы AZ-дің хейтері сахнаға шығып кетіпті. Бүгіннен бастап енді дәмеленім ертегінен бастауға қара жүрегімді тез. Әбжаппар Әлқожа сахнада қарындасымен ән айтуда. Мен ауылда торғым келеді өзіңмен, қал сеніңше қалағаның қайғала. Айтаны! Рахмет. Осы әуенді көрермен YouTube-тағы 2x-пен қараса, қалай болады екен? Айдай сенің жүзің, еріннің дәтті қылбындай қызыл, қызыл. Тарих айта беру, арның сөзім, сұлап қара көзім, сұлап қара көзім. Маған жердің бетінде бар ғой бір адам. Егер де әннің сөзі мен обложкасы сәйкес келсе, қалай болады екен? Я возле дома твоего іздеп жүріп тапқаным, ауыл жақта туғасың ба, келмей қойды ыңғайға. Мейлі көргенде амандаспа. Кешіктім бе қабайым, білемін қалай. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба. Сен керек емессің, сен маған. Өмір өтті сырғы бағып, сырғы бағып. Соңғы біз мұңға батып ойғанда. Қызыл күнім ай, қызықтырдың ай, әппақ күлім ай, ардағымсың ай. Қызыл күнім ай, қызықтырдың ай, әппақ күлім ай, ардағымсың ай. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Павлодар облысы Мираж командасы. Рахмет, Астана. Fruits came from my labor, now they wanna play now, and the dome I made me crash on the interstate. Рахмет, өте тартысты жұптың өнерін тамашалады. Қалдарыңызда өнер көрсеткен Мираж командасының спонсорлары жоқ екен. Барша залда қолдап, шапалақ соғып отырған көрермендерге үлкен алғысын білдіреді. Квартет Мираж командалары сахнаға. Өте тамаша жұп. 2-1 Павлодар. Мираж командасын келесі кезеңге өткен жолдамаларымен құттықтаймыз. Квартет командасы да өте жақсы өнер көрсетті. Жақсы жаңалықпен қуантады деген үміттері бар. Енді қазір алқасының қалай болғанда да соңында бірге көреміз. Қазір соңғы жұпты ортаға шақырамыз. 8-ші жұп Қарағанды қаласынан келіп отырған. 1-32 финалдық сайыстарда өте ерекше өнер көрсетіп көзге түскен топтардың бірі. Қазіргі заманғы көп салалы колледж СМК құрамасы. Алиса, включи музыку. Сам включи. Анау, қоспай бидайдың, өзің қосасың ау. Нұрдәулет, паролі қалай еді мынаны? Мә, қалай еді? Мә, қалай еді? Қосылды. Дайынсыңдар ма? Иә. Давай ал. Айдын,
бір жерге кетіп баратсың ба? Жоқ, неге? Давай онда дедің ғой. Давай бастаңдар деп отырмын ғой. Айдын, онда сен драйв музыка қойшы, көңіл шығайық. Жайт. Өзіне сенімсіз СМК. Алдыңғы ойыннан кейін бізден көп адам болғанда, кейбір болғанда бір адам сұрағысы келгендей болды. СМК деген не мағына береді деп. СМК Сәкен, Мейрамбек, Кенжебек. СМК соус, майонез, кетчуп. СМК суп, сенің өлдір көздерің. Нұрдәулет, сен ол текстін неге потолокқа жазып алғансың? Маған айтсаң айтып тұрам ғой сыбырлап. Жігіттер, алдыңғы ойын қайда өттік? 1-16-ға өттік қой. Одан кейін 1-8-ге өтеміз. Сосын жақсы ойнап жатсақ, 1-4-ге өтеміз. Одан жақсы ойнап жатсақ, полуфинал ғой. Сосын финал ойнаймыз ғой. Үйге қайтпаймыз ба сонда? Мен мамам сағындым. Жігіттер, сендер Баян пойдетті естіңдер ма? Ол продюсермен ұрыс қалыпты ғой. Баян сұлу сияқты еді ғой. Жо, негізі ол қатты сұлу емес та ғой. Ол пойдет ғой. Қарлығаш. Жоқ, ал қайтпаймыз. Тигр прыгнул в воду, пытался поймать рыбу. Я смеялся над ним, потому что у него никогда не получается. Но он, видимо, решил, что меня поймать проще, чем рыбу. Увидев это, я слегка запаниковал. Дос, бізге қазір екі команданың шайын деп отырады. Не болып бері тұршы, дайын алайықшы. Кино көріп отырық қой біз. Ештеңе етпейді, жыламашы, бір ноут қып. Ала бер. Айдын неге ноутбукты беріп жібердің, біз қалай ойнаймыз? Ештеңе етпейді жігіттер. Балдар қиналып тұр екен ғой, қазір екі команда ойнайды екен. Дайындалсын да, ана жаққа барып. Бір нәрсе қылып амалдаймыз, ол вообще ноутбук дейтін дуния ғой ол, дуния. Жүрекке қондырмасаңдаршы. Бір нәрсе қылып амалдаймыз. Колонка қосайын мен. Кекірдің бе? Колонка қостым ғой. Ойнай беріңдер. Біз Қазақстан кап деп бір әзіл дайындадық сияқты. Сонымен көреміз Қытайда. Аға, сізде айфонға оригинал заряд бар ма? Негізі қызық әзіл емес, ойнамай қойып еді. Босқа уақыттарыңыз алдық, кешірім өтінемін. Қойыңдар жігіттер. Не мынау? Бағанан бері қарап тұрмын. Неге сенімсіз ойнап отырсыңдар сендер? 1-16 емес пе? Осыдан кейін 1-8-ге өту керек қалай болсын? Дейтін де адам жоқ командада. Қой, жиналайық онда. Ноутбукты да әкемеді. Бауырым! Ауызбен айта берейік. Қандай өлең ұнайды сендерге? Маған ремикс ұнайды. Қиын болмай ма саған? Банядағыдай, сені сүйгім келеді, банядағыдай, жүрегім сақта, әрқашан күн сөнбесін, жаныңда болсын мама, болайын мен даман, Айбек. Мамам сағынып кеттім. Сонында. Соңғы бала айтады ғой. Сөзімді ұмытып қалдым мен. WhatsApp-тан жібердік, соткаңды қара. Соткам анжақта. Жарайды онда. Сіздің алдарыңызда өнер көрсеткен СМК, яғни самый мощный команда. Рахмет, Астана. Жаратқаннан қорқамын, адамдардан жоқ. Айнанамды сорттап салдым, қот үлгілер жоқ. Мен атқанда башқа тет, ойланбастан шоп.
Рахмет, СМК құрамасы қазіргі заманғы көп салалы колледжінің басшысы Айдана Сайтбековнаға, сонымен қатар Қарағанды Жайдарман филиалының басшысы Бегім Қантөреге үлкен алғыстарым білдіреді. Аяқтаймыз, соңғы команда СМК құрамасының қарсыласы биылғы жылғы маусымды Республикалық Суперлига ойындарында сәтті бастап жалғастырып жатыр, бірақ Жайдарманға деген махаббаттары соншалық бір маусымда қос бірде 2 лиганы алып жүр. Нәтижесін бірге аңғырайық. Қарағайлы құрамасы. Құрметті қарағандылық көрермендер, бізді де қолдап отырыңыздар. Бізде таңғы 5-те тұрып Головкинді қолдайтын едік. Менің вайпым қыздарға ұнайтын, ритм сезбесең тездетіп үйгертіп. Ей, міне бүгін ойынға мені қолдап, мен ағам кепті, мен інім кепті, досым кепті. Кепсе жинабасы жен. Ассалаумағалейкум, Астана! Астана! Қазақстан кап! 1-16! Алфавитте «ы» деген әріп болмаса. Солы не істейді екен ал? Қан шығып қойды ғой не бағана. Жігіттер, менде бар ғой, Сталиннің қаны бар дейді. Орыссың ба не? Жоға, менде сол сияқылды мұрт өседі ғой. Көне, мұна әзілің пыча дейтіндей болды ғой. Жігіттер, қойсаңдар. Саяси ауқымды әңгіме етекті. Ақштың президентін айтқан естідіңдер ма? Не? Қарасаңдаршы мен. Ақштікі дейді ғой, мұна жерде Қазақстанның видеосы кетіп жатыр ғой, ағайын. Жақсы, енді адбейкі қосасаңдар, енді техникалық қателік болып жатса енді. Олай болса сахнада Қарағайлы кетті! Жалғастырамыз, егерде адамдар бір түрлі позада ұйықтаса. Тимур, дұрыстап жатсам мойның ауырады ғой. Мойным, мойным. Егерде рахмет деген ұғым болмаса. Апа, мені матрасыңызды алып келдім, мені. Жақсы, апа. Тұрсынбек Қабатов сот болса. Иманғазы аман, сіз 5 жылға бас бостандығыңыздан айырыласыз. Червяктардың, яғни құрттардың отбасында. Папа мен мама қайда? Балыққа кеткен олар. Керек емес кезде мақтанатын жігіт. 120 мен кеп дос боланы қағып өтем ғой. Құрмет сотталушылар, тұрам, сот келетір. Мен емес, брат. Шелектің туған күнінде. Ал, Шелек, родной туған күнің құтты болсын. Ең главный астың тесілмесін. Құлағың сынып кетпесін, қораға кіріп кетпе. Родной енді мына достарың атынан біздің сыйған кішігірім сыйлық. Міне, тазик. Жеке екеуін найдене қалайық. Өздері сөйлесін. Жігіттер, бүгінгі ойында отыру үшін жақсы әзілдер ойнадық, дұрыс па? Енді леттен қателік кетсе де көрсетпекші болдық, ә? Жақсы нәрселер ойнадық, өту үшін бір шоу ма бірден керек сияқты? Шоу бар ғой? Қойш? Кеттік онда шоу бар болса.
ойнады ма? Айтсаңыздаршы. Жаңа свет болмай кішкене жарық болмай қалды. Мынаусы биледік. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қарағайлы. Рахмет, Астана. Тамаша, жайдарманға деген үлкен махаббатпен Қарағайлы құрамасы залда отырып қол соққан барша көрермендерге, сіздерге үлкен алғысын білдіреді. Рахмет. СМК және Қарағайлы сахнаға. Бір ауыздан 3-0 СМК. Тамаша, СМК құрамасын құттықтаймыз және де бүгінгі 1-16 финалдық сайыстарының екінші шығарылымына қатысқан барша топтарды көрермендеріміздің қошеметіне бөлене отыра сахна төріне шақырамыз. Командалар сахнаға. Рахмет, қымбат көрермендер, Қазақстан кап чемпионатының 1-16 финалдық сайыстары бірінші шығарылымда 16 команда өзара 8 жұпқа бөлініп, 7 жұптың жеңімпаздары тікелей жолдама алған болатын. 2 жұптың арасында жеңімпаз анықталған жоқ, оны қазір білетін боламыз. Ал екінші шығарылымға қатысқан 8 топтың 8 жеңімпазы да өз жолдамаларын алған болатын. Енді соңғы қателеспесем бір жолдаманың иесі әлі анықталған жоқ. Қазір қазылар алқасы ақылдасып шешім шығарамыз дегенше, қымбатты көрермендер, баршаңызды күні ертең 30 сәуір күні бейбітшілік және келісім сарайында өтетін 3 жобаға көрермен ретінде шақырамыз. Алғашқысы сағат 15:30-да биылғы жылғы жайдарман топ чемпионатында әрі қарай өте алмай қалған командалардың арасында өзара қызыққа толы ойын ұйымдастырылады. Жайдарман Travel жобасы. Ал сағат кешкі 18:00-де және 20:00-де жайдарман топ ойындарының 3-ші кезеңінің 2 тобы 7 командадан бірігіп ойнайтын болады. Баршаңызды қызыққа толы жоғары лига ойындарында ертең көргіміз келеді. Келіңіздер, барша командаларға қолдау танытып бір қол соғайық. Сонымен бүгінгі ойынымыз жайлы қазылар алқасының ой пікірін тыңдасақ. Нұрсұлтан Төребеков. Ал тағы да ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Ойын керемет болды, сенаға шақырғаныңызға рахмет. Ата кететін болсақ, СМК құрамасы, Мираж, ұлттық ұлан деген командалар сіздерге ерекше рахмет. Дами беріңіздер, сау болыңыздар. Тамаша, рахмет, Нұрсұлтан. Сырым Уәли. Армысыздар, саламатсыздар ма? Сіздерді барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын, әсіресе таныс жандарды. Менің биылғы маусымдағы фаворитім ол ұлттық ұлан және де елорда сақшылары, Мираж, Павлодар. Сіздерге үлкен рахмет. Осы 3 командаға мен маусым бойы жанкүйер болатын шығар, мәрмен қарай. Жалпы ерекше маусым, әскери командалар күлдіріп жатыр. Қарағанды, Павлодардан ұзақ уақыт бойы ондай топтар болмаған еді, бірақ биыл алдыңғы қатарлы топтардың бірі болып көш бастап отыр. Павлодар, Қарағанды, әскери топтар. Тамаша маусым. Көкшетау жоқ. Ортасында тұр ғой Көкшетау. Қалай жоқ? Есенелікен ағамыз. Рахмет, бүгін жүргізуші өте керемет жүргізді. Өткен ойындарда жүргізушіге кедергі жасап, барынша бұлай кішкене қамшылатып едік, осы жолы кәдімгідей әріптестің әріптесі болып жатыр. Тіпа-тіпа. Әскерге бардың ғой сен, 2019 жылы 25744 әскери бөлімі Теңіз жаяу әскери бригадасы. Қатардағы жауынгер Жамаш. Соны өз аузыңнан естейік деді, негізі жаңағы біреу ДШБ деді ме, бірдеңе деді. Марпехте болды ме, Исаға, Марпехте? Кәдімгідей. Теңіз жаяу әскери бригада, Ақтау қаласы. Жақсы, подкастымызды аяқтаймыз. Так, командаларға кішкене тоқталып өтейік. Демал. Негізі Демал жақсы ойнады. Бұл жерде Демалға көмектескен психологтардың бүгінгі ойынға дайындалмағаны. Негізі психологтар өткен ойында жақсы көрсетіп едіңіздер. Келістік па? Сессия ма? Жақсы. Тайпақ. Жаңа сырым айтып отыр, мынау бір болашақтан үміт күттіретін команда деп. Негізі Тайпақтың ойнап жүргеніне бір 10 жыл болып қалған сияқты. Мына шашын боятып еді, кішкене ойын көріне бастады. Енді
әзілді көбірек жазсаңыздар жақсы болады. Орталық жақсы, әдемі, бірақ әзілдердің аяғы жетпей жатты. Бір соңғы жоқ көбісінің. Сосын, универсалға дайындық кезінде өте жақсы көрінген, бірақ жоқ. Достордың енді 10 жылдық ойнаған тәжірибесі осы жолы көмектесті. Жігіттер өз ауылын шығару үшін, жалпы батысына, Атырауда, көптеген Маңғыстауда осындай ауылдың командалары өз ауылының атын шығару үшін барын салады. Достор, сіздерге зор мүмкіндік. Сезім мен Ақпатжан. Бұл жерде Сезім өз деңгейінде ойнады, бірақ Ақпатжанның энергиясы, драйвы, әр ойыншының ойынға берілгені кәдімгідей өткен ойыннан қарағанда бір бас жоғары ойнадыңыздар. Сол жағынан өте жақсы шешім, яғни шешіп кетті. Ұлттық ұлан өз биігінде, байланыс жігіттер өткен ойында сіздерге жолдама берген едік, сол сеніммен шықтыңыздар, бірақ ұлттық ұлан бір бас жоғары болды. Біліп тұрып сұрайтындар, өткен жылға қарағанда осы жолы жақсы, бірақ бұл жолы сіздердің қарсыластарыңыз нағыз шоуды көрсетті, нағыз бар мүмкіндікті алып келді, сондықтан да осындай жағдай. Квартет жақсы, Ғашөнге негізі мықты қарсылас келсе, ол бір шабыттанады, әлде де дәлелдеуім керек. Мираж енді осы жолы, мына Сапашов аты кім? Ислам. Шынымен Ислам бір атына зат сайма екен өзі негізі. Солай ма? Аппақ киініп алған. Осы жолы бір осы бағыттан тайма, жақсы жігіттерді жинап алғансыңдар, мықты қарсыластар. СМК мықты, бірақ өткен ойынға қарағанда бұл жолы кішкене ғана әлсізде болды. Қарағайлы рахмет. Ал енді бізде Қарағайлы рахмет, махаббат, әр ойында, Түркістанда, бүкіл жерде осы баланы көрем. Сен де ислам сияқты бір күні бір жерден шығасын. Ислам сияқты, исламды мысал қылып атыр мен. Ой, сен білем Тимур екен. Тимур болса туырылып болсын дейсің ғой. Фридом ғой. Бізде бір жолдама қалды. Әрине, біреу келсер, біреу келіспес. Дегенмен бізде бұл жандарды құрметтейік. Нақты кейбір біз секілді жалпы сөз саптайтын, сөзді ұғатын адамдар үшін бұл кісілердің әзілі бүгін өте жақсы көрінді. Ол жолдама біліп тұрып сұрайтындар. Рахмет. Ендеше біліп тұрып сұрайтындар құрамасын соңғы жолдамалармен шын жүректен құттықтаймыз. Бізде 16 команда келесі 1-8 финалдық сайыстарға жолдама алды. Барша өткен командаларды шын жүректен құттықтаймыз. Жайдарманның жайдарлы сайыстарында жолыққанша қымбатты көрермен. Every day, every night, олар жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды, қоям дейді, қоя алмайды.